4-ші шақырылымдағы Шымкент қаласы қоғамдық кеңесінің бірінші отырысы өтті. Күн тәртібіндегі негізгі мәселе қоғамдық кеңестің төрағасын сайлау, сондай-ақ жұмыстың ережесін бекіту болып отыр. Жалпы қоғамдық кеңес мүшесі болуға 80-нен астам өтініп келім түскен, 29 азамат кеңес мүшесі атанды. Биыл 88 адам құжат тапсырды. 88 адам құжат тапсырды. Комиссия құрылды. 9 адам құрамында сол комиссия сұхбат жүргізді. Ол міндетті түрде конкурс. Сол конкурстан осы 29 адам іріктеліп алып шықты. Бұрынғы мүшелерден құрамынан, бұрынғы мүшелерден 29-дан 9-ы осы құрамда қалды. 20-сы жаңа мүшелер. Енді оның ішінде Исабек бар, Шәуіл бар, Біржан Байтуов бар, бұл жерде Азат Әміртай бар, Бейсенкүл Нарымбетова бар, Өмір Шыныбек бар, 9 мүше бұрынғы қалды. Себебі қоғамдық кеңестің құрамы 70%-дан астамы жаңадан бірінші рет қоғамдық кеңеске мүше болып келіп отырған азаматтардан құралып отыр. Бұл да бір үлкен өзгерістің белгісі деп ойлаймын. Жаңа адамдар жаңалық енгізеді деген сенімдеміз. 29 мүшенің ішінде басым көпшілігі 12-сі азаматтық қоғам өкілдері, мәдениет, білім, медицина саласының өкілдері 6 адам, 2 заңгеріміз бар, 2 журналистіміз бар, кәсіпкерлік саласының өкілдері, бизнес саласынан 7 адам қоғамдық кеңеске мүше болып отыр. Кеңестің құрамын гендерлік жағынан айтатын болсақ, ер азаматтарға қиын болмасын деп 8 март күні қиын болмасын деп 5 айын сайлапты. 24-сі ертісі. Жиын барысында қалалық мәслихаттың төрағасы Бахадыр Нарымбетов қоғамдық кеңестің мүшелеріне салтанатты түрде куәлік пен төсбелгіні табыстады. Сондай-ақ бұл жұмыстың жауапкершілігі жоғары екенін тілге тиек етті. Қаратау дәстүрлі өнер мектебінің директоры Байтуов Біржан Қаниұлы. Айта кетсек, жаңа шақырылымдағы қоғамдық кеңестің төрағасы болып Бұхарбай Парманов сайланды. Кеңес мүшелері оның кандидатурасын бір ауыздан қолдады. Протоколды бірінші мәселе жаңа Бахадыр Нарымбетов кеңес төрағасы сайлау, екіншісі ереже бекіту. Осы күн тәртібіне қолдаушылар болса, дауысқа салынды. Қарсы қалыс жоқ, күн тәртібі қабылданды. Әлемде сондай сатыдан өткен азаматтар біздің арамызда бар. Құдайға шүкір. Сондай азаматтың бірегейі мен шыңым келіп отыр. Парман Бұхарбай Рысқұлұлы. Сол отқан себебіміз жаңағы жоғарыда айтқан критерияның бәрінен өткен. Сарыағаш ауданында бірнеше жыл әкімнің орынбасары, Сарыағаш ауданының әкімі, Төле би ауданының әкімі, Абай ауданының 2 дүркін әкімі, Шымкент қаласы әкімінің орынбасары, сонымен қатар қаржыгер, кеденде полицияда қызмет жасаған, сонымен бірге салық саласын жақсы білетін, салық саласын басқарған үлкен маман. Осы барлықтарыңызды қолдаймын. Бұхарбай Рысқұлұлына дауыс беруге бізге енді лайық басшы керек ертең мынау әкімшілікпен жұмыс істесетін, әкімшіліктің жұмыстың көзін табатын, тілін табатын кісі керек. Енді әбден саясатта асылған кісі, мына 2 кісінің сөзін мен де қостаймын. 4-ші шақырылым Шымкент қаласы қоғамдық кеңесінің төрағасы болып Парман Бұхарбай. Первый ответ несерьезного вклада деп ойладым. Ырымшыл деп атқаны сол ғой. Сөйтіп мына 2-ші сәуірден сәуір болмай, тәуір болмайды деп, енді Құдай қаласа бұдан былай тәуірленіп, сәрсенбі сәтті күн бәрі келіп тұр. Мен ойлаймын, өте сәтті қоғамдық кеңестің құрамы деп ойлаймын. Абыроймен, үлкен сеніммен, үлкен жауапкершілікпен жұмыс жасайтындарыңызға мен ешқандай күмәнім жоқ. Енді осы жерде жаңа ғана сайланған, өздеріңіз сайлаған Парман Бұхарбай Рысқұлұлын төрге отырғызайық та.
Жаңа шақырылымдағы қоғамдық кеңестің ең жас мүшесі 19 жаста. Әселдің сөзінше, қоғамдық кеңестің мүшелерінің қатарында жастардың үлесі көп болуы керек. Сол кезде ғана жастардың мәселесі көтеріледі, деді ол. Қасым баспасы, Қасым кітап дүкенінде HR маманы болып жұмыс жасаймын. 2 жылға жуық уақыт болды. Сол жақта біраз тәжірибе жинап, қоғамдық мәселелерге араласа бастадым. Жастар арасында кітап оқуды насихаттау. Сонымен қатар өзім тіл маманы болғандықтан, қазақ тілінде сауатты жазу, сауатты сөйлеу туралы сондай бір өзімнің парақшамды жүргізем. Арнайы жобалар бастағам. Сол бойынша өзімнің ұсыныстарымды тастаған болатынмын және өзімнің резюмемді тастаған болатын, осы жаққа түйіндемемді. Сонымен қоғамдық кеңестің бір мүшесі болдым. Менің ойымша, қоғамдық кеңесте жастардың саны көбеюі керек. Себебі жастардың үнін жастар түсінеді және естиді. Мен өзім студент болғандықтан, студенттердің үнін осы қоғамдық кеңесте айтып, соны жеткізетін бір елші болам деп. Ал 4-ші шақырылымдағы қоғамдық кеңестің жаңа төрағасы болса, сенімді ақтайтынын айтады. Алдағы уақытта қаланың дамуына да үлес қосатындарын тілге тиек етті. Жалпы қоғамдық кеңестің ережесі бекітілді, алайда алдағы уақытта оны өзгерту де мүшелердің өз еркінде. 4-ші шақырылымдағы Шымкент қаласы қоғамдық кеңесінің бірінші отырысы болды бүгін енді. 29 адамнан құралған, жалпы өздеріңіз жақсы білесіздер. Бүгін енді бірінші отырыста жұмыстар басталды. Барлық атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде арнайы комиссияның шешімімен 29 адамның бүгінгі күнге арнайы белгіленді. Енді осы жерде қазір бірінші кезде мынау үлкен осы қоғамдық кеңес отырысында мен енді осы қоғамдық кеңестің төрағасы етіп бірауыздан сайлады. Мен енді бұл енді мен үшін бір енді жауапкершілік деп ойлаймын. Себебі енді қоғамдық кеңестің бүгінгі күндегі жұмыстары өте үлкен бір ауқымды болып жатыр деп айтуымызға болады. Жалпы енді тұрғындар мен қаладағы атқарушы биліктің арасындағы осы атқарылатын жұмыстар бар көптеген. Бюджетті талқылаған кезде көптеген енді өздеріңізге белгілі қаланың ішінде біраз жаңа атқарылатын жұмыстарға тұрғындар тарапынан көптеп өтініштер, сұраныстар түсіп жатады. Біз енді осының барлығын осы билікпен бірге атқарып, осы жұмыстардың дұрыс жүргізілуіне, бюджеттің дұрыс қалыптастыруына, сонымен қатар енді тұрғындардың өтініштерін, сұраныстарын тыңдап, осы жаңағы билікке осының бәрін жеткізіп, бір халықпен бірге жұмыс жасаймыз деген осы ойдамыз. Азиза Мадияр, Ерлан Бексаидов, Уақыт телеарнасы.